Саламатсыздар ма? Алматы қаласы Әуезов ауданы 155-ші жалпы білім беретін мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Баймадиева Самал Құмарбековна, педагог зерттеушімін. Менің авторлық бағдарламам тақырыбы экологиялық өнер материалдарды қайта өндіру 5-7 сынып оқушыларына арналған. Курстың мақсаты оқушыларды экологиялық өнер мен дизайн саласындағы экологиялық сананы, креативлікті және практикалық дағдыларды дамытуға ықпал ете отырып, екінші реттік материалдарды шығармашылықпен пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Курстың мақсаты оқушыларды экологиялық өнердің негіздерімен, қайта өңдеу принциптерімен және ресурстар тұрақты пайдаланумен таныстыру. Шығармашылық қызмет арқылы экологиялық жағдайды жақсарту, жауапкершілігін дамыту. Оқушыларды өз экологиялық жобаларын жүзеге асыруға және көрмелер мен байқауларға қатысуға дайындау. Күтілетін нәтижелер: екінші реттік шикізаттың, яғни қағаз, пластик, әйнек, металлдан материалдар қайта өңдеу және өнер объектілерін жасау негіздерін меңгереді. Қайта өңделген материалды декоративті және функционалдық бұйымдар жасау үшін пайдалануды үйренеді. Креативтік ойлау, жобалық қызмет дағдыларын және түрлі материалдармен жұмыс істеу қабілеттерін дамытады. Экологиялық сананы қалыптастырып, ресурстарға жауапкершілікпен қарауды үйренеді. Өздерінің экологиялық жобаларын жүзеге асырып, көрмелерге немесе байқауларға қатыса алады. Курстың мазмұны: курс оқушыларда қайта өңделген материалдан көркем және функционалдық объектілерді жасау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс бағдарламасы пластик, әйнек, қағаз, металл және текстиль сияқты әртүрлі материалдардың қасиеттерін зерттеуді және оларды шығармашылықта қолдануды қамтиды. Оқушылар мозаика, мүсіндер, коллаждар, модельдер және интерьер заттарын жасау сияқты әртүрлі қайта өңдеу техникаларын меңгереді. Экологиялық принциптерге, жобалық қызметке және мәселелерді шешуге, креативті тәсілді дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Курстың практикалық бөлімі оқушыларда өздерінің өнімдері мен арт объектілерін жасауға мүмкіндік береді. Оларды тұрмыста қолдануға немесе көрмеге ұсынуға болады. Мұндай тәсіл оқушыларға тек шығармашылық қабілеттерін ғана дамыта қоймайды, сондай-ақ қоршаған ортаға саналы қатынас қалыптастыруға және қалдықтарды қайта өңдеудің маңыздылығын түсінуге көмектеседі. Жұмыс формалары мен әдістері: біз қолданатын практикалық сабақтар, мастер-класстар, топтық жобалар, дискуссиялар мен ми шабуылдары, презентациялар мен көрмелер. Осындай жұмыс формалары мен әдістерді ұсынамыз. Констатациялық мазмұнды бөлігі: бірінші бөлім экологиялық өнерге кіріспе, екінші реттік материалдардың негіздері, екінші 4 сағат, екінші бөлім екінші реттік материалдармен жұмыс істеу техникасы 10 сағат, үшінші бөлім көркем объектілерді жасау 9 сағат, арт жобалар мен инсталляциялар 6 сағат, бесінші бөлім практикалық жобаларды екінші реттік материалды қолдану 5 сағат. Енді сіздердің назарларыңызға оқушылардың шығармашылық дайын жұмыстарын ұсынып отырмын. Бұл жерде оқушылардың пластикалық қақпақтардан жасалған бұйымдар, шыны бөтелкелерден қайта өңделіп жасалған, темір қалдықтарынан жасалған бұйымдар, картон, пластикалық бөтелкелерден жасалған және ағаш шишка қалдықтарынан жасалған жұмыстар ұсынылып отыр. Және оқушылардың жұмыс барысындағы қолданған мата қалдықтарынан жасалған қуыршақтары, пластик бөтелкелерінің крышкаларынан жасалған жұмыстарды осындай желім арқылы желімдеп түрлі жұмыстар ұсынылып отыр. Курсты жүзеге асыру үшін әртүрлі ақпараттық және әдістемелік материалдар. Бұлар экологиялық өнер, қайта өңдеу технологиялар мен тұрақты дизайн туралы презентациялар мен видеоматериалдар, түрлі қайта өңделген материалдардан арт объектілер жасау бойынша нұсқаулықтары бар баспа құралдары, мүмкін болатын нәтижелерді көрсету үшін жұмыстар мен эскиздердің үлгілері, шабыттандыратын мысалдар, шеберлік сыныптары мен қосымша ақпарат пен онлайн ресурстар, оқытушыға арналған әдістемелік ұсыныстар, сабақ жоспарлары, материалдар мен құралдардың тізімі, сондай-ақ жұмыстарды ұйымдастыру бойынша кеңестер. Пайдаланатын ресурстар оқушыларды шығармашылық көзқарас, экологиялық сана сезім және қайта өңдеу бойынша практикалық дамытуға бағытталған.
Қорытындылай келгенде, мынандай шешімге келеміз. Бұнда қоршаған ортаға пайда келтіреді, қалдықтарды қайта өңдеу экологиялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі, табиғи ресурстарды қорғап, қалдықтардың көлемін азайтады. Қажетті заттарды алу, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату арқылы қажетті бұйымдар мен заттарды жасауға мүмкіндік береді. Бұл сатып алуды қажет етпейді. Өз қолымен жасау. Жұмыс өз қолымен орындалады, адамның өзіне деген сенімділігін арттырады және шығармашылық қабілеттерін дамытады. Оңай өндіріс. Бұйымдарды жасау процесі қарапайым және қолжетімді. Бұл кез келген адамның оны жүзеге асыра алуына мүмкіндік береді. Қаржылық минималды шығындар. Кәдеге жарату арқылы қаржылық шығындар айтарлықтай азаяды. Өйткені сатып алуға жұмсалатын қаражат үнемделеді. Шығармашылықты дамыту, қалдықтарды пайдалану. Бұл шығармашылық пен қиялды дамытудың тамаша мүмкіндігі. Себебі әртүрлі идеялар мен шешімдерді іздеуге ынталандырады. Осылайша тұрмыстық қалдықтарды экологиялық тұрғыдан кәдеге жарату тек қоршаған орта үшін пайдалы ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғаның дамуына, қаржылық үнемдеуге және шығармашылық қабілеттерді арттыруға да оң әсер етеді. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ұсынылған. Бұл жерде мұғалімдерге экологиялық өнер принциптері мен тәсілдері арналған әртүрлі оқу құралдары, әдістемелік жөніндегі нұсқаулықтар, сабақ өткізуге арналған ұсыныстар және оқушыларға арналған экологиялық шығармашылық, жаңадан бастаушыларға арналған қарапайым идеялар, оқу құралдары, иллюстрациялармен бірге нұсқаулықтар ұсынылған. Және онлайн ресурстар, бұл жерде экологиялық өнерге арналған сайттар, білім беру платформасындағы бейне сабақтар ұсынылған. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Осы бағдарлама бойынша. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Жакипова Орузия Таутановнамын. 37-ші мектептен көркем еңбек пәні мұғалімімін, педагог зерттеуші. Менің сізге қоятын сұрағым, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Оқушылардың курстың нәтижелерін бағалау үшін қандай критерийлерді қолданасыз? Осыған жауап берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді бұл жерде оқушыларға қойылатын критерийлер: бірінші, білім деңгейі, орада оқушылардың теориялық білімдерін қаншалықты меңгергенін бағалау, және екінші, практикалық дағдылары, оқушылар мысалы практикалық тапсырмаларды қаншалықты орындай алады. Белсенділік деп ойлаймын. Белсенділік, оқушылардың сабақтағы белсенділігі, сұрақ қою, пікірталасқа қатысуы, жобалар мен топтық жұмыстар. Burada топтық жобалар, презентациялар арқылы бағаланады, және өзін-өзі бағалауы, уақытты басқару, осындай берілген уақытта орындай білуі, және кері байланысты қабылдау деп ойлаймын. Оқушылардың алған кері байланысты қалай қабылдайтыны және оны өз біліммен жетілдіру үшін қалай пайдаланатындығы деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге де. Тағы сұрақтарыңыз болса? Тыңдап тұрмын. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Авторлық бағдарламамның бойынша сұрақтарыңызды тыңдай отырмын. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, мен келесі кезектегі әріптесіме сөзді берейін.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Даутова Арзгулял Жанна, учитель художественного труда общеобразовательной школы номер 155 города Алматы. Моя тема программы элективного курса называется «Волшебство бумаги и картона». Курс «Волшебство бумаги и картона» разработан с целью развития творческих способностей учащихся через освоение разнообразных техник работы с бумажными и картонными материалами. Он ориентирован на формирование навыков художественного конструирования, декоративно-прикладного искусства и проектной деятельности. Актуальность курса обусловлена растущей потребностью в развитии креативного мышления, мелкой моторики, пространственного воображения у детей. Бумага и картон – доступные универсальные материалы, позволяющие создавать не только художественные, но и функциональные изделия, способствуя раскрытию индивидуального творческого потенциала. Цель курса – развивать творческие способности учащихся через освоение различных техник работы с бумагой, картоном, формируя навыки создания декоративных и функциональных изделий. В процессе обучения разовьют точность, аккуратность, пространственное мышление и воображение, научатся применять художественные приемы, работать с разными материалами и реализовывать собственные творческие проекты. Задача курса – это познакомить учащихся с различными видами бумаги и картона, обучить основным техникам работы с бумагой, развить навыки создания декоративных функциональных изделий – это игрушки, украшения, открытки, объемные композиции, сформировать умение безопасно и эффективно работать с инструментами, ножницами, клей, канцелярский нож и так далее, развивать креативное мышление, внимание к деталям, аккуратность и пространственное воображение. Научно-методический уровень курса «Волшебство бумаги и картона» основан на сочетании современных педагогических подходов и практикоориентированной деятельности, направленной на развитие творческих конструктивных навыков учащихся. Обучение организуется с учетом возрастных и психологических особенностей детей, что позволяет эффективно формировать художественное эстетическое восприятие, мелкую моторику и пространственное мышление. Программа базируется на принципах деятельностного подхода, где ключевое внимание уделяется самостоятельному созданию изделий, экспериментированию с материалами и освоению различных техник работы с бумагой и картоном. Методическая основа курса включает в себя это демонстрационный материал, предполагающий наглядный показ техник приемов работы, практическую деятельность, в рамках которой учащиеся осваивают основные художественные техники и создают изделия, проектный метод, позволяющий учащимся разрабатывать и реализовывать собственные творческие идеи, и рефлексивный подход, направленный на анализ выполненных работ, самооценку и формирование и формативное оценивание результатов. Научность программы выражается в следующих аспектах. Это опора на педагогическую и психологическую науку, системность и последовательность обучения, межпредметные связи, практическая направленность, развитие исследовательских умений. И таким образом научность программы заключается в ее методической особенности, в системном подходе к обучению и развитию ключевых компетенций учащихся, необходимых для творческой и